Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін міне 33-ші сабаққа келдік. Каналға жазылып, лайк басып, подписацияны басуды ұмытпаймыз. 2-тоқсанның 1-ші сабағы сөйлем мүшелерін еске түсіремін деп аталады. Біз сөйлем мүшелері туралы білеміз, енді соны еске түсірейік. 1-ші тапсырмаға қарайық. Суретке мұқият қара дейді. Қараңдар, суретте экспоның жанында, баласы әке шешесімен қыдырып жүрген суретті көріп тұрмыз, Басқа адамдар сол экспоға кіріп қыдырып жүрген көруге болады, Енді осы жерде бізге айтады, өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құрап айт. Отбасында кімдер бар, отбасының үлкені кім дейді. Сендер әрине өз отбасыларыңды жазсаңдар болады. Мен мысал ретінде сендерге былай жаздым. Менің отбасымда 5 адам бар. Олар әкем, анам, ағам және сіңілім. Отбасымыздың тірегі үлкені әкеміз. Біз әрқашан әкеміздің айтқанын бұлжытпай орындаймыз. Отбасымыздың ұйытқысы анамыз. Анамыз бізге әрқашан мейірімін төгіп отырады. Отбасымыздағы жасы бойынша 3-ші адам ол менің ағам. Ағам әрқашан бізді қамқорлап жүреді. Ең кішіміз сіңілім. Біз оны қатты жақсы көреміз және әрдайым еркелетіп жүреміз деп жаздым. Балалар, есімізде сақтайық, сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Олар тұрлаулы мүшелер деп аталады. Ал тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Яғни біз осы уақытқа дейін өттік, бастауышты білеміз, баяндауышты білеміз, не істеді деген сұраққа жауап береді, бастауыш кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Ал тұрлаусыз мүшелер ол сөйлемде егер тек қана бастауыш пен баяндауыш болса, сөйлемдегі ойды толықтыру керек болады, кей кезде сол ойды толықтыру ол тұрлаусыз мүшелердің жұмысы екен. Енді 2-ші тапсырмадағы кестені ауызша толтырайық. Қараңдар, сөйлем мүшелері, бастауыш пен баяндаушты тұрлаулы мүшелер деп жазамыз. Енді бастауыштың сұрақтарын жазайық. Бастауыштың сұрақтары кім, не, кімдер, нелер. Ал енді баяндауыштың сұрағы жазылып тұр екен. Не істеді, не қылды, қайтты, Енді тұрлаусыз мүшелерге қарайық. Тұрлаусыз мүшелерді біз білеміз, анықтауыш бар, анықтап тұрады, Қандай, қай, кімнің, ненің, неше, қанша, нешінші деген сұрақтары бар. Ал пысықтауыш ол да сөйлемде толықтырады, яғни ол кімге, неге, кімді, нені, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен деп сұрақтарға жауап береді. Ал енді толықтауыш өз айтып тұрғандай толықтап тұрады, қайдан, қайда, қалай, қарай, қашан, қашаннан бері, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Енді бізге айтады, осы сөйлем мүшелерінің мысал келтір дейді. Осы сөйлем мүшелері туралы айтып, оған мысал келтір дейді. Енді айтайық, сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздер. Сөйлем мүшелері екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер бастауыш пен баяндауыш, сөйлем құрауға негіз болады. Және тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш, өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Енді мысалды көрсетейік, мысалы жазда күн өте ыстық болды деген сөйлемде, бұл жерде бастауыш күн, не, күн. Болды деген бұл баяндауыш, не болды, болды. Не істеді дегенге жауап береміз. Енді қандай болды, ыстық болды. Бұл анықтауыш болады, қашан болды, жазда, бұл толықтауыш болады. Осылай сөйлем мүшелеріне талдасақ болады екен. Енді 3-ші тапсырмадағы мақалды оқып жатқа жаз. Осы жерде сөйлем мүшелерін талда және сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет дейді. Мына жердегі мақалды қараңдар. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады дейді. Енді талдап көрейік. Не, ой, не істеді, толады, ой толады, яғни бұл тұрлаусыз мүше, бастауыш пен баяндауыш. Енді немен, ойлаумен, бұл пысықтауыш болады. Астыларын сызайық, пысықтауышты, бастауышты және баяндауышты. 2-ші сөйлемде де тура сол сияқты. Не, бой, бастауыш, не істейді, толады, баяндауыш, ойнаумен, немен, пысықтауыш болады. Біз сөйлем мүшелерінің байланысын сұрақ қою арқылы табамыз, Немен толады, ойлаумен толады. Не толады, ой толады, Көрдіңдер ме? Сонда осылай байланысын сызып көрсетсек болады. Астындағысы да сондай. Немен толады, ойнаумен толады. Және
не толады, бой толады, иә. Яғни бастауыш пен баяндауыштың байланысы және пысықтауыш пен баяндауыштың байланысын осылай сызбамен көрсетеміз. Енді 4-ші тапсырмада ребусты шешуіндегі сөзбен 2 сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын дейді. Мына жердегі алдымен сөзді тауып алайық. 10 деген санның о әрпін аламыз. Аққу деген санның ақ деген алып тастаймыз да, қу деген саламыз. Сонда оқу, шырша дегеннің шысын аламыз, иә. Оқу, шы деген сөз шықты. Енді қандай сөйлем құрасақ болады? Оқушы мектепке ерте келді. Бұл жерде оқушы сөзі бастауыш болып тұр. Кім? Оқушы, иә. Ал енді екінші сөйлемде біз мысалы мектептің мақтанышы үздік оқушы деген сөйлем жазсақ болады. Бұл жерде бұл сөйлемдегі оқушы сөзі баяндауыш болып тұр. Өйткені бұл жердегі бастауыш мақтанышы деген сөз, иә. Сондықтан да мақтанышы және оқушы сөздері зат есімнен келгендіктен олардың ортасына сызықша қойылады. Бізге міне сызықша қойылу себебін түсіндір деген екен. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жаз дейді. Мына жерде бізге бастауыш, баяндауыш және тұрлауыш мүшелерді қосып сөйлем құрау керек екен, иә. Мұражайда деген тақырыппен. Сендер мұражайда болғансыңдар ма? Қандай сөйлемдер жазсақ болады, иә? Мысалы, біз мұражайға бардық. Қараңдар, біз бардық. Қайда бардық? Мұражайға бардық. Енді екіншісіне қарайық. Мұражай ескерткіштерге, жәдігерлерге толы. Мұражай, не? Мұражай, иә. Не істеді? Толды. Бұл баяндауыш болады, иә. Енді ескерткіштерге, жәдігерлерге, нелерге деген ол анықтауыш болады, иә. Сондықтан оны осылай жазамыз. Енді 3-ші сөйлемге біз ескерткіштер мен жәдігерлер тарихи құндылық деген сөзді жазсақ болады, иә. Одан кейін бізге мұражай ұнады. Бізге мұражай ұнады. Яғни бізге, кімге? Бізге не мұражай не істеді? Ұнады. Осындай сызба бойынша әңгіме құрастырдық. Енді 6-ші тапсырмаға қарайық. Берілген тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып, мәңгілік ел қақпасы тақырыбына әңгіме құрастырыңдар дейді. Балалар, мәңгілік ел қақпасы біздің Астанада орналасқан, иә. Оны барлығымыз білеміз. Енді бізге мынандай тірек сөздер берілген екен. Мәңгілік ел тәуелсіздік қақпасы, монумент, сәулет, отан ана, әйел ана, ақсақал ескерткіштері, тұрақтылық, тайқазан, қонақ жайлылық дейді. Және бізге жоспарында берген екен. Қақпаның жалпы көрінісі, қақпадағы мүсіндер және қақпаның маңызы дейді. Енді осы жоспар бойынша біз әңгіме құрастырайық. Мәңгілік ел қақпасы Қазақстан тәуелсіздігінің мерейтойына арналып салынған монумент. Бұл сәулет нысаны Астананың сол жақ жағалауында орналасқан. Қақпада отан ана, әйел ана, тайқазан, ақсақал ескерткіштері бар. Ол ескерткіштердің өзіндік маңызы ерекше. Олар тұрақтылық пен қонақжайлықтың бірден-бір нышаны болып табылады деп жаздық. Балалар, осымен 33-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.